Қайырлы күн, 9 сынып мектеп түлектері. Бүгін сіздермен былтырғы нақты келген мемлекеттік емтихан сұрақтарын қарастырамыз. Жалпы екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім 10 балл, яғни тест түрінде. Екінші бөлім күнделікті жазып жүрген БЖБ, ТЖБ есептеріңізге ұқсайтын 40 балдық есептер. Енді бізде 5 алу үшін, яғни үздік деген бағаға бітіру үшін 43 балл мен 50 балдың арасында жинауларыңыз керек. Ал төрттік бағаны алу үшін бізде 33 балдан 42 балға дейін жинау керексіздер. Екі алып қалмау үшін бізде 0 балдан 19 балға дейін. Бұл енді құдай бетін ары қалсын. Екілік алмас үшін, яғни 20 балдан жоғары жинау керексіздер. Енді бірінші бөлімнің есептеріне кезек берейік. Бірінші сұрақ бізде есептеңіз дейді, яғни көрсеткіштік, яғни дәрежелік дәреженің қасиеттері. Мұны екеуі бір бірімен не істейді? Көбейтіліп кететін. Төрттің минус 12 дәрежесі, кез келген санның 0 дәрежесі ол бізге бірге тең. 256 ол төрттің 4 дәрежесі, жақшаның сыртына минус 3 деп қояйын. Көбейтілген 4-тің 2 дәрежесі 16-ға тең болады. Енді мұны екеуі бір бірімен көбейтіледі де минус 12-ні береді. Мұны екеуі қысқарады сонда. Онда бізде 16-дан 1 деген жауап біріншісінде дұрыс болады екен. Екінші сұрақ, бір мүшені көп мүшеге жіктеңіз дейді. Яғни жақшаларды ашамыз. Мынаны мынаған көбейтесіздер. 3-тің өзін жазып қоямын. А-ның 5 дәрежесі мен А-ның 3 дәрежесі дәрежелері қосылады. А-ның 8 дәрежесі болады. Б-ның квадратының өзін жазып қоямын. Минус 4 А-ның дәрежелері қосылады. 2 дәреже мен 3 дәреже. 4 А-ның 5 дәрежесі. Сонда жауап бізде С жауап дұрыс болады екен. Үшінші сұрақ, өрнекті ықшамдаңыз дейді. Онда мына қысқаша көбейту формуласы А квадрат минус Б квадрат. Ол бізде А минус Б, яғни М минус Н, М плюс Н болып ашылады. Қысқаша көбейту формуласымен бөлімде М кубтың өзін жазып қоямын. Енді бізде бөлуді орындау үшін көбейтуге айналдырып аламыз. Кері санына айналдырып. Мына М-ді жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсаңыздар, онда бізде жақшаның ішінде қалады М минус Н. Керісіне көбейтеміз. Онда мына екеуі бір-бірімен не істейді? Қысқарып кетеді. Бізде қалатын М плюс N бөлімде М-нан дәрежелер бір-бірімен қосылады. Мына жерде бір дәреже бар деген. Сонда М-нің 4 дәрежесі. Бізде жауап Д жауабы болады екен. Төртінші сұрақ, өрнектің мәнін табыңыз дейді. Енді мынаны түбірдің қасиеттерін қолданып, бір түбірдің ішіне енгізіп жіберсеңіздер болады. Енді 72-ні мен 36 көбейтілген 2 деп жаза алсам болады. 36-тан түбірден шығып кетеді, өйткені квадрат түбірден. 12 мен түбір астында 3 көбейтіліп 36-ға тең болады. Түбірдің астында. Енді мынаны жеке-жеке түбірге алып жазсаңыздар болады. Немесе 36 түбірден 6 болып шығады. Түбір астында 2, 36 түбірден 6 болып шығады. Мына екеуін қысқартып жіберіп, сонда жауабы түбір астында 2, яғни А жауап дұрыс болады екен. Бесінші есепке қараймыз. Көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Көбейткіштерге жіктеу үшін біз қасиеттерді білуіміз керек. Формуланы. Яғни АХ квадрат, мен жазып қояйыншы, көп кездесетін, жылда келіп жүрген формула, сондықтан дұрыстап қараңыздар. Квадрат үш мүше берілетін болса, онда біз келесідей жіктейміз. А-ны жақшаның сыртына шығарып жібересіздер де, мына x1, x2 деген ол сіздерде мынау квадрат үш мүшенің түбірлері. x1 мен x2-ні табатын болсам, вет теоремасымен көбейткен кезде минус 4-ке тең болып, қосқан кезде плюс 3-ке тең болатындай. Қандай x-і? 4 пен 1-дің көбейтіндісі сіздерде 4-ке тең. Енді плюс 3 шығу үшін мен минус 1-дің алдына таңбаны қоямын. А-ның мәні 1-ге тең, онда x азайтылған x1, яғни x азайтылған 4, x азайтылған x2 формула. Онда x минус пен плюс болып кетеді. Онда сіздерде жауап, 5-ші сұрақта бізде В жауабы дұрыс болады екен. Парабола төбесінің координаталарын табыңыздар деген. Параболаның төбесінің координатасы табу формуласы не? Төбені мен Т, М және Н деп белгілейтін болсам, Н-нің формуласын жазып алыңыздар. Минус Б бөлінген 2А. Б-мыз бұл жерде 0-ге тең. 0 бөлінген 2 көбейтілген 2. Онда 0-ді 4-ке бөлсеңіздер 0, М-нің мәні 0-ге тең екен. N-ді табу үшін формуласы бар. Оңай жолы сіздерге. Мына М-ді әкеліп X-ның орнына қойып жіберіңіздер. Сонда N-нің мәні тез шығады бізде. N тең болады 2 көбейтілген 0-дің квадраты азайтылған 1. Ол сіздерде минус 1-ге тең болады. Онда минус 1. Төбесінің координатасы 0-де минус 1 деген жауап екен. Онда 6-шы сұрақта бізде С жауабы
дұрыс болады екен. Жетінші сұрақ бізде бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылыңыз дейді. Мұнда иррационалдықтан арылу үшін біз мынаның түйіндесіне көбейтіп жүреміз, яғни кері таңбасын. Екі бөлімде сіздерде түбір астында y плюс түбір астында z, осының керісіне көбейтеміз, яғни түбір астында y минус түбір астында z. Қарама қарсы таңбамен аласыздар, сонда қысқаша көбейту формуласына келеді. Біз бөліміне көбейттік, сондықтан алымына да көбейтуге міндеттіміз. Мына қысқаша көбейту формуласы түбір астында y-тің квадраты болды, y-тің өзін береді, түбір астында z-тің квадраты бізде z-тің өзін береді. Онда қалғаны бізде 2 түбір астында y азайтылған түбір астында z. Бұл жауап бізде С жауабы болады екен. Есептеңіз дейді, мынау терудің формуласын жақсы білесіздер. m және n болатын болса бізде m факториал, енді керісінше жазу мүмкін кейбіреулерді, n азайтылған m факториал, сосын n факториал. Бізде 7-нің факториал деген сөз сол сандарға дейінгі сандардың көбейтіндісі. 7-ден 3-ті азайтатын болсақ 4 факториал болады, сосын 3 факториалдың өзін жазып қоямыз. Так, 7-нің факториал деген сөз 7-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі, яғни 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі, және де 5, 6, 7 деген сөз. 4 факториалдың өзін жазып қоямын. 3 факториал деген сөз 1-ден бастап 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі, яғни 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3. Оны екеуін бір-бірімен қысқартып жіберемін. Так, 2 мен 3-ті көбейтетін болсаңыздар 6, мынаумен 6 қысқарып кетеді. Сонда 5 мен 7-ні көбейтеміз. Бізде дұрыс жауап 35 деген дұрыс болады екен. 9-шы есепке қараймыз. Егер арифметикалық прогрессияның айырымы 5-ке, ал 4-ші мүшесі 14-ке тең болса, прогрессияның бірінші мүшесін табыңыздар дейді. Енді біз формуланы еске түсіреміз. 4-ші мүшесі деген сөз бірінші мүшесіне қосамыз 3 еселенген айырым. Орындарына әкеп қоя салыңыздар. 4-ші мүшесі бізде 14-ке тең, бірінші мүшесі бізде берілген жоқ, табуымыз керек. 3 көбейтілген айырымы 5-ке тең. Онда бірінші мүшесі деп отқандарыңыз 14 азайтылған 15, ол бізде минус 1-ге тең. Жауабы В дұрыс болады екен. Себетте 9 қызыл, 6 сары және 5 жасыл шарлар бар. Себетте кездейсоқ бір шар алынды. Бұл шардың сары түс болуы ықтимал. Енді ықтималдықтың жалпы формуласын жазып қояйын. m бөлінген n. n деп отқандарыңыз жалпы сан. Яғни мыналардың қосындысы барлығын. 9 алтын қоссаңыздар 15, 15-ке 5-ті қосамыз, бізде 20. Енді осылардың ішінен сары түсті болу деп тұр. Сары бізде 6, мұнда 20-дан 6 қысқартатын болсаңыздар, 10 2-ке қысқартамыз, 10-нан 3. 10-нан 3 деп отқандарыңыз 0,3-ке тең болады. Енді екінші бөлім бізде Б бөлімі, бұл шығару жолымен жазу керек есептер. Бұл жерде не дейді? Арифметикалық прогрессия берілген, бірінші мүшесін табыңыздар. Бірінші мүшесін табу үшін біз мыналардың барлығын ашып жазып алайық. Екінші мүшесі деген сөз бірінші мүшесіне қосамыз айырымын, яғни айырымы деп отқандарыңызды. Бесінші мүшесі деп отқандарыңыз бірінші мүшесіне қосамыз 4 айырымын. Азайтылған жерде минус таңбаға мұқият болыңыздар. Бірінші мүшесіне қосамыз 2-ді, алдындағы минуспен минус 2-ді болып кетеді. Енді мен қайта-қайта жазып жатпайын, түсінікті деп ойлаймын. Бірінші мүшесі қосамыз 6-шы мүшесі деп отқандарыңыз бірінші мүшесімен 5 айырымын қос деген сөз. Барлығын ашып жазып алып жатырмын. Сосын ұқсас мүшелерді біріктіріп жіберемін. Бірінші мүшелерін бір-біріне қосатын болсаңыздар, мұны екеуі жойылып кетеді. Айырымдарын бір-біріне қосамыз. Сонда бірінші мүшесі қосылған бізде айырымы нешеу? 5, 5-тен 2-ні азайтатын болсаңыздар, 3 айырым тең болады 10. Мына жерде 2 еселенген, мұны екеуі бір-бірімен қосылады. Қосылған 5-дің өзін жазып қоямын, тең болады 17-ге. Енді мынаны айнымалы алмастырып тәсілмен шығарсаңыздар болады, немесе мен қосып тәсілмен шығарсайын да. Мынаны 2-ге көбейтіп жіберейін, сонда сіздерде қандай пайда болады? Бізде 2a1 қосылған 6d тең болады 20-ға. Мынаның өзін жазып қоямын қайтадан. Енді бізде бір-бірінен азайтып жіберсек, мынау алар a1-лер жойылып кетеді. Сонда 6 айырымнан 5 айырымын азайтатын болсаңыздар, айырымның өзі қалады. 20-дан азайтамыз 17, онда бізде айырым 3-ке тең екен. Енді айырым 3-ке тең болса, мен бірінші мүшесін таба аламын. Мына жерге әкеліп қоя салайын. Бірінші мүшесіне қосамын 3 айырымын, тең болады 10-ға. Онда бірінші мүшесі сіздерде 10-нан нешені азайтамыз?
тоғызды азайтамыз, онда бірінші мүшесі бізде бірге тең болады. енді жауабы деп толық жазып қойыңыздар. Жауабы бізден сұрап тұрған бірінші мүшесі бірге тең болады екен. Келесі есеп 12-ші есеп. Мына өрнекті ықшамдаңыз дейді. Мына жерде формула, дайын формуланы білуіміз керек. Синус қалай ажыратылатын еді бізде? Синус көбейтілген косинус бета. Ортасында қосу болатын болса бізде плюс косинус көбейтілген синус бета болатын, да? Мынаның өзін қайтадан жазып қояйын. Минус косинус. Астын қараймыз. Бөлімін сіздерде тура жаңағы формула, бірақ ортасында таңба минус болып ашылады. Синус косинус. Ортасындағы таңба бізде минус, онда мына жерде минус косинус синус бета. Плюс косинус синус бета. Енді қараймыз. Ұқсас мүшелер жойылып кетеді. Мына екеуі бір-бірімен жойылып кетті. Сонда бізде қалған синус пен косинустың көбейтіндісі бета. Синус альфа көбейтілген косинус бета. Бета, да, мына жерде. Мыналар бір-бірімен қысқарады. Мына екеуі қысқарады, бірге тең. Мына екеуі қысқарып кетеді, бірге тең. Онда жауабы бір болады. Сіздер ерінбей жауабы бір деп жазып қоюларыңыз керек. 13-ші есеп. Ойын сүйегі 2 рет лақтырылды. Түскен ұпайларының қосындысы 7-ге тең болу үшін мына ненің ықтималдығын табыңыздар дейді. Енді ойын сүйегі 2 рет лақтырылатын болса, бізде ықтималдықтың дайын формуласын жазып қояйын мен. Классикалық формуласы, мынау керекті жағдай, жалпы жағдай. Жалпы жағдай неше болады екен, соны санап алайық, та? Енді ойын сүйегі деп отқандарыңыз, мына жерге сызып көрсете салайын. 1 деген сан жағы түсуі мүмкін, 2 деген сан жағы түсуі мүмкін, немесе 3 деген сан жағы түсуі мүмкін, 4 деген сан жағы түсуі мүмкін. Келесіде бірінші ойын сүйегінің 5 деген сан жағы түсуі мүмкін, немесе 6 деген сан жағы түсуі мүмкін. Бұл бірінші жағдай, бұл бірінші ойын сүйегі. Екінші ойын сүйегі де дәл сол сияқты, енді сөйтіп точкамен жазсаңыздар болады. Немесе мынау бірінші 1 деген жағы түсуі мүмкін, 2 деген жағы түсуі мүмкін, 3 деген жағы түсуі мүмкін, 4 деген жағы түсуі мүмкін, 5 деген жағы түсуі мүмкін, мына жақта 6 деген жағы түсуі мүмкін, да? Бірінші ойын сүйегі 1 мен 1, 1 мен 2, 1 мен 3, дәл сол сияқты 4, 5, 6-ға дейін бір ойын сүйегінің 6 жағдайы бар екен. Екінші ойын сүйегімен түсуі. Тура осындай бізде 6 бар. Онда жалпы жағдай бізде n-нің мәні нешеге тең болады екен бізде? N-нің мәні бізде 6 көбейтілген 6, 36-ға тең болады. Енді бізге m-нің мәні керек. m-ді табуымыз керек. Енді оны мен бүйтіп жазып қояйын. 7-ге тең болуы, да? Pm. Мынау Pn дей салайық. Мысалға мен 7-ге тең болу үшін 1 мен 6 жағы түсіп қалуы мүмкін. 1 мен 6 жағы түсіп қалуы мүмкін. Немесе 2 мен 5 жағы түсіп қалуы мүмкін. 3 пен 4 жағы түсіп қалуы мүмкін. 5 пен 2 жағы түсіп қалуы мүмкін. 6 мен 1 жағы түсіп қалуы мүмкін. Жалпы неше жағдай бар бізде? 1 жағдай, 2 жағдай, 3 жағдай, 4 жағдай, 5 жағдай бар, да, бізде. Жалпы керек жағдай бізде 5. Онда бізге керегі 5 бола ма бізде? 2 мен 5, 3 пен 4, 4 пен 3-ті қалдырып кетіппіз, да, бізде. 4 пен 3, 4 пен 3-ті қалдырып кетіппіз. Мынанда санаймыз, сонда бізде керек саны бізде 6 болады. Енді формуланың орнына әкеп қоя саласыздар. P тең болады бізде 36-дан 6 қысқартатын болсаңыздар, 6-дан 1 жауабы деп астына ерінбей жауабын жазып қоюларыңыз керек. 14-ші есеп. Мына суретте квадраттық функцияның графигі берілген. Осы параболаның төбесінің координатасын табыңыздар. Енді төбесінің координатасы бізде мынау. X-тің мәні 2-ге тең, Y-тің мәні бізде Т деп жазып қоя салайын, да? 2-де минус 1. Бұл төбесінің координатасы. Аның тұсына жазып қойыңыздар. Төбесінің координатасы 2-де минус 1. Функция графигінің симметрия өсі деп отқандарыңыз осының симметриялы болатын мынау түзудің теңдеуі, яғни X-тің мәні бұл. X тең болады 2-ге деген түзу симметрия өсі болады. Функцияның ең кіші мәнін табыңыз. Енді функцияны мен fx деп белгілесем, fx-тің минимум деп жазайын, да? Ең кіші мәні бізде тең болады. Ең кіші мәні бізде функциянікі
онда бізде тең болады бұл қайсысы? Минимум мәнді. Ең кіші мәні минус бірге тең. Яғни y-тің мәнін сұрап тұр ғой бізде. Ең кіші мәні минус бірге тең болады екен. Так, d-ның өсу кему аралығын d-ның жауаптарын мына жерге жаза берейін. Мынау кемитін аралықтар минус шексіздіктен бастап келеді де қай жерге дейін өседі ол? Кемиді да бізде екіге дейін, минус шексіздіктен бастап екіге дейін кемиді функция. Так, екіден бастайды да бұл плюс шексіздікке дейін өседі. Шексіздікті біз жай жақшамен жазамыз. Өседі деп жазып қоясыздар. Функцияның минус бірге тең болғандағы мәні мынау 6 балдық есеп екен, сондықтан мынау соңғысына дұрыстап қараңыздар. Функцияның біз теңдеуін жазып аламыз. Енді жалпы теңдеуі қандай болады бізде? Кез келген квадрат үшінші квадраттық функцияны ax квадрат плюс bx плюс c түрінде берілетін болса, оны келесі түрде жазып алсаңыздар, x азайтылған m квадрат плюс n. Бұл жердегі n деп отқандарыңыз төбесінің координатасы. Онда мынау a-ның мәні бізде егер де оңға қарай бір бірлік, үстіге қарай бір бірлік болатын болса, аның мәні бірге тең деген сөз. Онда бізде квадраттық функцияның теңдеуі келесідей болады екен. Мен fx-ның теңдеуін жазып қояйын. X аның мәні бірге тең, минус x-ның мәні бізде екіге тең, квадрат m-ның мәні, n-ның мәні менде минус бірге тең. Мынау квадраттық функцияның теңдеуі болды. Енді бізге керегі осы функцияның x-тің мәні минус бірге тең болғандағы мәнін табуымыз керек. Онда мен астына жазып қояйын. F минус бірге тең болғанда минус бір азайтылған 2 квадрат минус бір. Есептейміз, минус 3-тің квадраты бізде 9. 9-дан 1-ді азайтатын болсаңыздар 8. Жауабы 8 деп жазып қоясыздар. Мынау формуланы жақсылап жаттап алыңыздар. Сосын параболаның төбесі деген сіздерде жылда келеді. Сондықтан мұқият болып қарап жаттап алсаңыздар, сіздерге өз пайдасын тигізеді. Бұл НТ-да келіп жүрген сұрақ, сондықтан мұқият болыңыздар. 15-ші сұраққа қараймыз. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Мына ортақ бөлімге келтірсеңіздер болады. Ортақ бөлімі екеуінің көбейтіндісі 3 түбір астында 2 азайтылған 4. 3 екеуін жеке-жеке иррационалдықтан құтылып шығарсаңыздар да болады. Енді ортақ бөлімге келтіре саламыз. Тоқтауыш қандай болады? 3 түбір астында 2 қосылған 4. Мынаның тоқтауыш 3 түбір астында 2 азайтылған 4. Бірге көбейтіп шығасыздар. 3 түбір астында 2 плюс 4 минус таңбаға мұқият болыңыздар, ортасында минус таңба тұр. 3 түбір астында 2 минус пен минус не болып кетеді? Плюс болып кетеді. Онда мына екі ұқсас мүше бір-бірімен қысқарады. Мынау қысқаша көбейту формуласы а квадрат минус б квадратқа келеді. А минус б, а плюс б. Сол формулаға келіп тұр. Онда мынаның квадраты азайтылған 4-тің квадраты. 4-ке 4-ті қосамыз 8. Енді мынаны есептеп аласыздар. 3-тің квадраты 9, 2-ге көбейтетін болсаңыздар 18, азайтылған 16. 8 нешеге бөлеміз? 8-ді 2-ге бөліп тастайсыздар. Жауабы бізде 4-ке тең болады екен. Жауабы деп ерінбей жазып қойыңыздар жауап. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Енді мынандай квадрат теңсіздік келсе болды. Көп оқушылар осы теңсіздікті алдымен теңестіруді ұмытып кетеді. Ең дұрысы алдымен нөлге теңестіріп алыңыздар, сосын ары қарай шығарсаңыздар қате болып кетеді. Мына жерде тең деп жаза берейін. Сонда 2х квадрат тең болады 18. Бірінші теңсіздікті шығарып алайын. Онда х квадраты менде 9-ға тең болады. Х-іміз плюс минус 3-ке тең болады. Бұл бірінші теңсіздікті. Мен бірінші теңсіздіктің несін сызып қояйын мына жерге интервалын. Минус 3-тен бастап, мына жерде екінші түбір плюс 3, таңбасы плюс, минус, плюс. Бізге керегі кіші деп тұр, онда минус жағы керек екен. Мына аралық. Бірінші теңсіздіктің жауабы минус 3-тен 3-ке дейін. Енді мен екінші теңсіздікті қарастырамын. Мына жақшаны ашып, қысқаша көбейту формуласымен шығарсаңыздар болады. Немесе келесідей шығарсаңыздар қате емес. 3х минус 5-тің квадраты мен тең болады 1-ге деп алайын. Квадрат болғандықтан мен плюс минус 1-ге тең деп шығара алсам болады. Өйткені сіздерде квадраттың теріс таңбасы болуы, немесе оң санға шығуы мүмкін. Мына жерде x деген сандарыңыз ішіндегі тұрған, осы жақшаның ішіндегі тұрған. Онда 3х минус 5 тең болады 1-ге бірінші жағдай. 3х минус 5 тең болады минус 1 деп екі түбірін шығарып алсаңыздар. Мынау 6, х-іміз бірінші түбір сіздерде 2-ге тең. 3х мынау минус 1 плюс 5 ол 4-ке тең. Екінші түбіріміз 4 бөлінген 3-ке тең болады екен. Біз екі түбірін тауып жақшаны ашып,
қысқаша көбейту формуласымен дискриминант арқылы шығарсаңдар болады, немесе осы түрде де шығарсаңдар қате емес. Мен екіншісінен мынаның астына сыза салайын, өйткені жүйе бізде беріліп тұрғаны. Екі деген түбір ол үштен кіші боялады бұл жерде. Өйткені сіздерде артық немесе тең деп тұр да. 1,3-тен 1 ол нөлден сәл үлкен сан. Мына жерге жатады деймін. 1,3-тен 1 немесе 3-тен 4 деп жаза салайын да. Таңбасы плюс, минус, плюс. Бізге керегі плюс жағы. Өйткені артық деп тұр. Мына плюс жағын бояп қоясыздар. Плюс жағын бояп қоямын. Енді осы екеуінің қиылысқан жерін біз жауап ретінде аламыз. Екеуінің қиылысып тұрған жері минус 3-тен жауабы деп жазып қоясыздар. 1,3-тен 1-ге дейін немесе 3-тен 4-ге дейін. Мынау тік жақша минус 2-ден бастап 3-ге дейін деген жауабы дұрыс болады. Бұл x-тің қабылдайтын мәндері. Екі қала арасында қашықтық 480 километр. Бірінші жеңіл машина бұл арақашықтықты екінші машинаға қарағанда 2 сағат 40 минутта жылдам жүріп өтеді. Бірінші машинаның жылдамдығы екінші қарағанда 30 км сағатқа артық болса, екі машинаның жылдамдығын табыңыздар дейді. Енді мына есепте кесте сызып алғанбыз. Тиімді арақашықтық, жылдамдық, уақыт. Сосын екеуінің де жүрген жолы бізде. Енді бірінші машина, екінші машина дей салайын. Екеуінде жүрген жол қанша? 480 километр. Екеуде 480 километр жүрді. Енді біреуінен артық дейді. Бірінші машинаның жылдамдығы екінші қарағанда 30 километр сағат. Біріншінікі артықтау екен. Мынаны екінші машинаның жылдамдығы дейтін болсам, мынау екінші машинаның жылдамдығынан 30 километр сағатқа артық екен. Екінші километр сағат. 30 километр сағат артық деп келесіде жазып қояйын. Енді бізде арақашықтық табу формуласы жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Онда уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөліп тастаймыз. Осы формуламен мынаны тауып алсаңыздар, есеп шығарған кезде қазір біраз жеңілдеді. Бізде 480-нен бөлеміз жылдамдығын, 480-ді бөлеміз жылдамдыққа. Енді дұрыстап оқимыз. Мына жердегі 2 сағат 40 минутты біз неге айналдырып алайық? Сағатқа айналдырып алайын да мен. 2 сағат 40 минут ол бізде тең болады 2,40-ты нешеге бөліп тастаймыз? 60-қа бөліп тастаймыз. Нөлдері жойылып кетеді. 2,3-тен 2 сағат болады екен. Енді есепті қайтадан бір қарап оқып шығайық та бізде. Бірінші жеңіл машина бұл арақашықтық екінші машинаға қарағанда жылдам жүріп өтті дейді. Яғни көп уақыт жұмсайтыны қайсысы? Мынаған қарағанда жылдамырақ жүріпті. Онда уақытты көбірек жұмсайтыны мынау біріншісі. 480 бөлінген, енді мына жаққа жазайыншы. Біріншісі 480 бөлінген V2 деп отқанымыз. Екінші көбірек уақыт жұмсайды. Ол мынаған қарағанда да 480 қосылған 30-ға қарағанда. Неше сағат? Бізде 2,3-тен 2 сағат. Оны мен неге айналдыра салайын да? Бұрыс бөлшегі 3-тен 8 сағат. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. Екеуінің көбейтіндісі ортақ бөлім. Мынаған толықтау үшін жазатын болсаңыздар, V2-ні 30-ға, мына жерге V2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 480 қосылған. Мына екеуінен калькулятормен көбейтіп жүреміз бе? Так, 24, 12, 14. 2 нөл бар ма бізде? Қосамыз 480. Мына жерде V2 деген ұмытып кетіппіз тағы да. Екіншінің жылдамдығы бар ғой. V2 тең болады 3-тен 8. Мына екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. 1440 бөлінген, жақшаны ашатын болсаңыздар. Мынаны көбейтетін болсақ нешеге тең болады? Пропорция бойынша көбейтіп шығарсақ, немесе ортақ бөлімге келтірсеңіздер болады. Мен мына 8-ді көбейтіп шығайын да. 8V2. Бұны қайда жазайын? Мына жаққа жаза берейін да. Мына енді сіздерге керек емес шығар. Өшіріп тастай салайын. Так, 8V2-нің квадраты қосылған. Так, 30-ды 8-ге көбейтетін болсаңыздар 240.
В2. Так, мен 3-ті 1440-қа көбейтемін. Оны келесі жаққа өткізе салайын да. Тең болады деп жазайын, немесе келесі жаққа тең болады деп жаза берейін. 3-ті көбейтетін болсаңыздар қаншаға тең болады? Так, 0, 12, так, 12, 13, 3, 4320 ма? 4320 болады екен. Енді дискриминант арқылы шығарсақ болады, немесе барлығын нешеге бөліп тастаймын мен? Барлығын 8-ге бөліп тастасам болады ғой деймін да. Барлығын 8-ге бөлсем мына жерде қосылған, так, 30 В2, мына келесі жаққа өткізсем 8-ге бөлсем 5400 ба? Минус 5400 тең болады 0-ге. Так, енді дискриминант арқылы шығарыңыздар. Не болмаса екі санын көбейткен кезде бізде 5400 болып, 90 мен, так, В1 мен В2 деп жаза салайын, так. Немесе былайына жазайын да. Мына түсінікті. 90 мен 60-тың көбейтіндісі. Минус 30-ға тең болу, онда таңбаны, минус таңбаны мына жерге қоямын. Мынаны біз жауап ретінде ала алмаймыз. Өйткені минус таңбаға жылдамдық тең бола алмайды. Мынау сіздерде В2-нің жылдамдығы. Онда В1-імізді тауып ала аламыз. В1-ді табу үшін мен жаңа орнына қоя салам. В2-ге қосамын 30-ды. В2 деп отқаным 60, 60-қа 30-ды қоссаңыздар, ол сіздерде тоже 90 шығады екен да, мына жерде. 90 километр сағат. Енді жауабына ерінбей жазып қоясыздар. Жауабы біріншінің жылдамдығы 60 километр сағат, екіншінің керісінше, біріншінің жылдамдығы 90 километр, екіншінің жылдамдығы 60 километр сағат болады екен. 18-ші есепке қараймыз. Мынау теңдеу мына түрінде берілген. Онда бірінші, екінші түбірлері мына өрімдегі қанағаттандыратындай м-нің мәні. Енді в теоремасы көзге көрініп тұр. Аның мәні бізде бірге тең екен. В теоремасы не дейді? Бірінші мүшесімен, бірінші түбірмен екінші түбірін қосатын болсаңыздар, бізде қандай еді? Керісінше көбейткен кезде м-ға тең болу, қосқан кезде мынаған тең болу керек. Қосқан кезде бізде бірге тең дейді, ал көбейткен кезде онда ол бізде м-ға тең болады. Так, осыдан мен мынадан шығады бізде x1-ді өрнектеп ала салайын. x1-іміз тең болады 1 азайтылған x2. Осыны апарып мен қай жерге қояйын? Мына x1-дің орнына әкеліп қояйын. Мына x1-дің орнына әкеліп қояйын. Немесе астына жазып қояйын. 3 x1-іміз 1 азайтылған x2 азайтылған 2 x2 минус 22-ге тең. Жақшаларды ашып жүреміз. 3 азайтылған 3 x2 азайту 2 x2 болса, минус 22 плюс 22 тең болады 0-ге. Мынау минус 5x2 тең болады 22. 25 келесі жаққа түссе минус 25 болады. Онда x2-міз нешеге тең болады екен бізде? X2-міз 5-ге тең болады екен. Енді x1 нешеге тең болады? Оны өздеріңіз тауып қоясыздар. Мынаның орнына қоямыз. Сосын комментарийға не іздейміз? Жауабы 18-ші есептің x1-дің жауабын жазып қоясыздар. Так, кестеде оқушылардың алгебра пәнінен 4-ші тоқсандағы бағалары көрсетілген, абсолютті жиіліктер екен. Осыған байланысты бізде кестені таңдама көлемін табыңыздар дейді. Бірінші сұрақ. Алардың қосындысы таңдама көлемі деп отқандарыңыз. Біріншісі, көлем деп жаза салайын. 2-ні 4-ке қосамыз, қосылған 3, қосылған 1. Қосатын болсаңыздар, нешеге тең болады? Жауапқа жазып кетіңіздер комментарийға. Бағалардың орташа мәні дейді. Орташа мән деп отқандарыңыз, енді астына жазайын да. Орташа мән деп отқанымыз. Бізде 2-лік бағадан 2 кездеседі екен. Қосамыз. 3-лік бағадан 4 кездеседі екен. Яғни мыналарды көбейтіп қосып жатырмыз. 4-лік бағадан бізде 3 кездеседі екен. 5-лік бағадан бізде 1 кездеседі екен. Осылардың барлығын таңдама көлеміне бөліп тастаймыз. Сонда мыналарды қосатын болсаңыздар, 4 қосылған 12, қосу 12, қосылған 5, осының барлығын нешеге бөліп тастаймыз? Жаңа таңдама көлеміне. Мына есептей салайық. 10-ға тең ба? 10, мынаны 10-ға бөлесіздер. Сонда бізде неше? 24, 24-ке 9 қоссаңыздар 33. Онда бізде орташа мән 3,3-ге тең болады екен. Оқушылардың бағалары салыстырмалы жиілігін табыңыз дейді. Салыстырмалы жиілік деп отқандарыңыз мына жерге жаза салайын. Кестені толтыруымыз керек екен. Бізде 3,3
ол сіздерде ол орта мәні да, орта мән. Енді салыстырмалы жиілік деп отқандарыңыз таңдама көлеміне қатынасы мынау онға тең болатын болса, екіні онға бөліп тастайсыздар. Ол нешеге тең? Екі бөлінген он. Нөл бүтін оннан екі. Так, екіні, төртті онға бөлеміз. Нөл бүтін оннан төрт. Так, үшті онға бөлеміз. Ол нөл бүтін оннан үш. Бірді онға бөлеміз. Ол нөл бүтін оннан бір. Енді тексеріп алу үшін мыналардың қосындысы бірге тең болу керек. Сонда бізде салыстырмалы жиіліктің мәні дұрыс болады. Енді қосып көріңіздер, бірге тең болу керек. Көзге де көріп тұр енді дұрыс екендігі. Так, енді өрнекті ықшамдаңыз дейді. Біз не істеуіміз керек? Жақшаларды ашып, сосын ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Так, екінің екі дәрежесі бізде төртке тең болады. Аның минус екімен екіні көбейтетін болсаңыздар, минус төрт. Б-ның үшпен екіні көбейтеміз. Алты дәрежесі көбейтілген. А-ның алты дәрежесі бөлінген Б-ның алты дәрежесі. Мына екеуі бір-бірімен не істейді? Қысқарып кететін. Да, минус төрт пен алтыны қосатын болсаңыздар, төрт а минус төрт қосылған алты, ол А-ның квадрат. Төрт а квадрат деген жауабы дұрыс болады екен. Жалпы емтихан сұрақтары осы деңгейде болады. Енді жалпы орта білім беретін мектептер үшін. Сіздерге емтиханда сәттілік, 50-ден 50 балл алып шыққыларыңызға тілектеспін.